Абай Құнанбайұлы 44-ші қара сөзі. Адам баласының ең жаманы талапсызы. Талап қылушыларда неше түрлі болады. Һәм талаптың өзі де түрлі-түрлі. Һәм сол талаптардың қайсысының соңына түссе де, бірінен бірі өнерлі, тұрлаулырақ келеді. Уәләкин, адам баласы я талапты, я талапсыз болсын. Әйтеуір, бәрекелдіні керек қылмайтұғыны болмайды. Әр нешік орынсыз ба орынды ма бәрекелді деушіні көңіл іздеп тұрады. Адам баласы өзі қай жолда, қай майданда жүрсе, сол майдандағы кісімен сырлас болады. Аның үшін өзге жолдағылардан бәрекелдіні оңды күтпейді. Маған бәрекелді десе, осы өзі менен серіктес, сырлас осылар бәрекелді дер, дейді. Талаптың ішінде адам баласы көбінесе басынан кәдір іздеп, сол талапта болады. Біреуі мал қуып жатыр, сараңдықпен, арамдықпен әйтеуір мал тапсын. Мал тапқан ердің жазығы жоқ дейтұғыны, малдының беті жарық дейтұғыны, мақалға сеніп, халықтың түріне қарай ит те болса малдыны сөге алмайды деп, бұл мал һәм пайда, һәм қасиет болады деп бойыма дейді. Мұнысы рас, қазақтың өз қолқына қарағанда, бірақ адамдыққа, ақылға қарағанда қазақ түгіл, көңіл желкендіретұғын іс. Осыған орай біреу қажеке атанамын, біреу батыреке атанамын, біреулер білгіш, қу, сұм атанамын деп сол қарекетте жүр. Әр қайсысы қазаққа бұлдамақ та болып, басына осының бір сыпыры елеу азық болар деген талаппен қылып жүр. Мұнысы қазақтың тамырын ұстап қарайды дағы, мынаны алып келіп берсе, қымбат алғанда екен, осы күнде мына бір істің біраз пұлы бар екен деп, қазақтың бетінен оқып, ізденген талап болмаса, кітап бетінен оқып іздеген талап емес. Аның үшін кітап сөзіменен ізденген талап болса, әуелі көкіректі тазалау керек дейді. Онан соң ғибадат қыл дейді. Қазақтың бетіне қарап, содан оқыған болса, ол талабыңды қыла бер, көкіректі дым тазалаймын деме. Оны кім көріп жатыр? Ішінде қатпар көп болмаса, құт берекеге жағымды болмайды деп. Енді осыған қарап, қайдан оқып, ұмтылған талап екенін білерсің. Абай Құнанбайұлы 45-ші қара сөзі. Құдай табарака уа тағаланың барлығының үлкен дәлелі, неше мың жылдан бері әркім әр түрлі сөйлесе де, бәрі де бір үлкен Құдай бар деп келгендігі. Уа һәм неше мың түрлі діннің бәрі де ғаділет, махаббат Құдайға лайықты дегендігі. Біз жаратушы емес, жаратқан көлеңкесіне қарай білетұғын пендеміз. Сол махаббат пен ғаділетке қарай тартпақпыз. Сол Алланың хикметін біреуден біреу анығырақ сезбекпен артылады. Инандым, сендім демек, инандырамын, сендіремін деген емес. Адамшылықтың алды махаббат, ғаділет сезім. Бұлардың керек емес жері жоқ. Кіріспейтұғынде жері жоқ. Ол жаратқан Тәңірінің ісі. Айғыр биеге ие болмақта махаббат сезім бар. Бұл ғаділет, махаббат сезім кімде көбірек болса, ол кісі ғалым. Сол ғахил. Біз жанымыздан ғылым шығара алмаймыз. Жарылып, жасалып қойған нәрселерді сезбекпіз, көзбен көріп, ақылмен біліп.